Сәлем достар, мен сіздермен өте дәмді және оңай дайындалатын балды торттың рецебімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бірінші кішігірім тостаққа 3 қасық балды саламыз. Ал енді отқа қойып, қасықпен бір келкі араластырамыз. Балымыз қайнаған соң жарты шай қасық сода салып, тағы да бір келкі араластырамыз. Тоқтамай қызарғанша араластырамыз. Ал енді жарты пачка сары майымызды салып, ерігенше жақсылап бір келкі қылып араластырамыз. Міне енді дайын болды. Енді тестамызды дайындаймыз. 3 жұмыртқаны жақсылап бірінші араластырып аламыз. Сосын 200 грамм қантымызды салып, жақсылап тағы да араластырып аламыз. Ал енді жарты шай қасық содамызды салып, жақсылап бір келкі араластырып аламыз. Ал енді ерітілген балымызды құямыз. Барлығын жақсылап бір келкі араластырамыз. Сосын 500 грамм ұнымызды аз-аздан салып, жақсылап бір келкі араластырамыз. Енді қамырымызды столдың үстіне төгіп, жақсылап қолмен илейміз. Міне енді қамырымыз дайын болды. Мен оны 4 бөлікке бөлем, ал сіздер өздеріңіздің қалағандарыңызша бөлесіздер. Ал енді дайын болған қамырымызды пакетке салып, үстінен ұн сеуіп жібереміз, бір-біріне жабысып қалмас үшін. Креміміз дайын болғанша холодильникке сап қоямыз. Ал енді заварной крем жасаймыз. 200 грамм қант, 1 жұмыртқа, 3 қасық ұн саламыз, үлкен қасықпен. Енді венчикпен жақсылап бір келкі қылып араластырамыз. Сосын үстінен сүтімізді аз-аздан құйып, жақсылап бір келкі қылып араластырамыз. Ал енді отқа қойып, тоқтамай венчикпен бір қалыпты араластыруымыз керек, әйтпесе асты күйіп жабысып қалады. Қою болғанша араластырамыз. Міне енді дайын болды. Енді бөлме температурасындағы сары майымызды салып, бір келкі жаймен араластырамыз. Кремімізді болдық, енді қамырымызды дайындаймыз. Қамырымызды енді өзіміздің қалағанымызша жаямыз. Қамырымды жайып болдым, енді өлшеп жатырмын. Қамырды оқтаумен орап алып, табама саламын. Қамырым көтеріліп, ісіп кетпес үшін пышақпен кішігірім кесіп аламын. Ал енді қызып тұрған духовкаға саламыз. Ең жоғарғы градуске 5 минутқа қоямыз. Піскен коржиктерімізді ыдыспен өлшеп алып, пышақпен кесіп аламыз. Ал енді дайын болған коржигіміздің үстінен 1,5 оңжал кремімізді салып, қасықпен жаймен әдемілеп, бір қалыпты жағып шығамыз. Енді қалған коржиктердің барлығын осылай бір келкі қылып жағып шығамыз.
Жан-жағынан қалған көжіктерді майдалап езіп аламыз. Ал енді майдаланған көжегімді блендермен ұнтақтаймын. Дайын болған ұнтақпен бетін әдемілеп, сәндеп, жан-жағына барлық жеріне жағып шығамыз. Сосын бұл тортты кешке жақын істеп, түннен азанға қойып қойсаңыз, барлығы бір-біріне сіңіп, өте жұмсақ, дәмі өте керемет болып шығады. Міне тортымыз дайын болды. Енді бетін легенмен жауып, кемі 3 сағатқа қойып қоямын. Міне тортымыз дайын болды. Сіздермен бірге болған Айжан. Егер менің видеом ұнаса, мені жоғалтып алғыларыңыз келмесе, тіркеліп лайк басыңыздар, ас болсын.